Армысыздар ма, есен сау амансыздар ма? Достар, жануарлардың дауыстары барлық жерде бірдей емес пе? Әрине, табиғат құбылыстары мен жануарлардың дыбыстары барлық жерде бірдей, бірақ әртүрлі тілде сөйлейтіндер бұл дыбыстарды әртүрлі естиді, сондықтан оларды әртүрлі жеткізеді. Бұл ең алдымен тілдің фонетикалық құрылымына байланысты. Жануарлардың қалай сөйлейтінін білуіне керек. Иә, жануарларды, құбылыстарды сомдайтын сөздерін білу міндетті емес болып көрінуі мүмкін, бірақ бұл сөздер тіл мен мәдениеттің ажырамас бөлігі болып табылады. Жануарлардың дауыстарына еліктейтін сөздерді алғашқы болып кішкентай балалар есте сақтайды. Балалардың ауыз қуысының артикуляциясы дұрыс дамыған болсын десеңіз, жануарлардың шығарған дыбыстарын дәл сомдап, табиғи үндестікке сәйкестендіруіңіз қажет. Артикуляция бұл ауыз қуысы бұлшық еттерінің жұмыс жасауы. Жануарлардың дауыстарына еліктеу айтылымды меңгеруге көмектеседі, бай әрі қозғалмалы дауыс аппаратының артикуляциясын қалыптастырады. Ал енді басқа елдермен салыстырмалы түрде жануарлардың дауысын сомдайтын кейбір етістік сөздермен танысалық. Мысалы, Венгрия мен Ресейде қарғалар бірдей, кар-кар. Дания мен Голландияда, кра-кра. Англияда, ка-кау. Финляндияда, кра-вак. Францияда кроа-кроа. Испанияда ах-ах. Түркияда га-гак. Ал Қазақстанда қарқ-қарқ дейді. Ал енді қай тілдің дыбысы осы құстың шығаратын дыбысына үндеседі? Деген сұраққа комментарийде жауап беріңіздер. Екінші мысал, орыс тілінде корова мычит. Ағылшын тілінде камуоинг. Қазақ тілінде сиыр мөңірейді. Үшінші мысал, орыс тілінде овцы блеют. Ағылшын тілінде sheep bleat. Қазақ тілінде қой маңырайды. Қай тілдің дыбысы осы жануардың шығаратын дыбысын дәл сомдайды? Төртінші мысал, орыс тілінде собака лает, воет. Ағылшын тілінде dog barks, howls. Қазақ тілінде үреді, ырылдайды, арсылдайды, ұлиды. Сен қалай ойлайсың, қай тілдің етістіктері жануарлардың дыбысын дәл бейнелейді? Қазақтың сөзі әр қозғалыс, қимыл әрекетті көзге елестетерлік. Ти етіп көрсетіп, құсқа, жануарға жан бітіргендей, жансыз нәрсе болса қолға ұстатқандай қып бейнелейді. Аталған жануарлардың, құстардың дыбысынан айнымай айтылуы тек қазақ тіліне тән о, сияқты дыбыстарына байланысты болып отыр. Бұл үндестік заңдылығының салдарын келесі жолғы видеомызда тағы жалғастырамыз. Арнамызға жазылып, лайк басыңыздар. Қазақ тілінің құпиясын бірге ашайық.